Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін мен сіздерге осы канал жайлы айтып беретін боламын, яғни өзімді таныстыратын боламын. Және де мен ютубтағы жолым туралы, бұл каналда болашақта қандай видеолар салынады. В общем, жаңа пакет достарга бүгін осы канал туралы сөйлесетін боламыз. Кімге қызық, мені қолдап келіңіздер и видеоны соңына дейін көріңіздер достар. Так, достар, осы видеоның осы каналда атауын көргендеріңізде менің есімім Ильяс Ферон болады. Жасым 18-де, Ұлытау облысы Ұлытау ауданынан боламын. Қазір Қарағанды қаласында медицина университетінде фармацевтикалық өндіріс технологиясы факультетінің 2-ші курс студентімін достар. Енді достар, осылай шағын өзімді таныстырып кетемін. Енді достар, мен ютубтағы жолыма келетін болсам, мен ютубта жүргеніме барғанымда 5 жыл болды, бірақ та 5 жылдың ішінде вообще жетістікке жетпегенмін. Енді жеткен шығармын, тәжірибе жинаған болармын, бірақ та ютубтан бір ақша тауып, танымал болып, ондай жетістікке жетпегенмін. Себебі достар, мен ютубта подростковый жасымнан, яғни бала кезімде бастаған болатынмын. Ол кезде қатты түсінбейтінмін, тек қана қызығушылық түсіретін едім. Ешқандай қатты жетістігім жоқ достар. Менің ең бірінші легендарный каналым мына жерде шығады. Яғни аты өзгертіп тастаған, яғни мен бұл каналды сатып жіберген болатынмын. Бұл каналды мен деген 2019-да ма, 2020-да ма ашқан болатынмын. Содан бері 3-4 жылдай ма түсірдім достар. Жақсы просмотрлар болды достар. Ең көп просмотр жинаған осы видео. Осы видео 10 мың плюс просмотр жинаған достар. Ең көп просмотр жинаған осы видео. Бұл каналда мен деген влог түсірдім, әртүрлі қызықты челлендждер, енді өздеріңіз білесіздер. Енді бұл каналда достар, қазір менде жоқ, 2,5 мың подписчик бар. Ең легендарный, ең мықты, ең прайм канал осы канал достар. Енді бұл канал достар, мен сатып жіберген болатынмын, өкінішке қарай. Себебі не үшін саттым десеңіздер, себебі ол кезде мен деген переходный возрастта жүрмін, видео түсіру қиындай берді. Сондай ютубта қатты түсінбедім. Сосын видео түсіруден жалығып, шаршап кеттім. Менде мынандай идея болды. Яғни мен деген ол каналда сатып жіберемін, примерно 10 мың теңгеге, ол жердің 5 мың теңгесіне мықты петельчик аламын, 5 мың теңгесіне штатив аламын деген ой болды. Енді қазір қолымда тұрған петельчика, ол 5 мың теңгелік петельчика емес болсақ, ол Алиэкспресстен алған 500 теңгелік петельчика. Бұл енді берекелі петельчика болды, ұстап жүргенмен 5-6 жылдай болып қалды. Және де солай ойладым, және де солай жақсы контенттер түсіремін. Сосын басқа блогерлерден реклама алып дамимын деп ойладым, бірақ ондай болмады. Әрине каналымда өзімнің перекупщик досыма 10 мың теңгеге сатып жібердім. Ол досыммен одан кейін араласқан жоқпын достар. 5 мың теңгесіне жаңағы петельчика алдым, 5 мың теңгесіне штативті алған болатынмын. Енді ол петельчиканы бір айдай ма қолдандым. Одан кейін оны жоғалтып алдым достар, шыны керек жоғалтып алдым. Ал штатив болса қазір үйде немесе мусорда сынып жатырмын бір нәрсе, оны тоже тастап кеттім достар. Солай менде бұл канал просто ауаға кетіп қалды десем де болады, бірақ та ауаға кеткен жоқ, әрине маған тәжірибе алып келді деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда менің 2 каналым бар. Мінекей осы жақта шығады екеуі де. Біреуі бізде Black Rush, яғни GTA түсіретін канал, екіншісі ол FIFA түсіретін канал достар. Енді бұл каналда қатты активность жоқ достар, бірақ та енді аптасына 1 видео, 2 видео түсіріп тұрамын, яғни жүргізіп тұрамын. Бұл 2 каналдың ссылкасы, әлеуметтік желілердің ссылкасы менде описаниеде болады, жазып кетсеңіздер болады. Енді достар, мен ютубта жолымда кішкене айтып кеттім, мені түсінген боласыздар деп ойлаймын. Енді бұл канал менде, бұл менің 4-ші каналым. Енді бұл каналда да мен мына жаңағы 2 каналын алдым, осы канал менде болды. Бұл каналда мен Free Fire түсірдім, влог түсірдім, әртүрлі заттар түсірдім. Осындай 600-ден астам подписчик жинадым. Бір күні ютубқа тағыдай жабайылық кетіп қалды. Бүкіл видеоны өшіріп тастадым достар. Прям бүкіл видеоны өшіріп тастадым. Одан кейін бұл канал менде қалды, удалить тастайын ба деп ойладым, бірақ та барлық ютубты осы каналдан, осы аккаунт арқылы қарадым, комментарийді осы аккаунт арқылы жаздым. Яғни бұл аккаунтпен основной аккаунтым болып кетті. Осы аккаунтты қалдырдым достар. Сосын тағы да бір аккаунтым бар, ол тест аккаунт, яғни ол каналға мен деген просто авторский правосы бар, видео бар ма, жоқ па, музыкасын тексеріп, просто тест ретінде ашқан болатынмын осылай. Енді қазіргі таңда менде основной жаңағы 2 канал, сосын осы канал достар. Енді бұл каналда бізде активность жоқ екен, соңғы видео 2,5-3 жыл бұрын салынған.
Енді достар, осы каналға келетін болсам, бұл каналды мен жақында шештім. Давайте мен осы каналды жүргізіп бастайын, қайтадан влог бастайын, өзімнің өмірімді көрсетейін деп шештім. Енді өзіме де влог түсірген өте қатты ұнайды, чем ойын түсіргенге қарағанда. Сондықтан осы каналда қайтадан жандандыру мәселесінде мен осы каналдың настройкасын дұрыстадым, оформлениесін дұрыстадым, и каналдың өзін дұрыстап тастадым. Енді бұл бізде алғашқы видео, және де шортс видеосын да салатын боламын. Ол видеоны енді қандай видео болатынын айтпаймын. Өздеріңіз шортс вкладкасына кіріп, көрсеңіздер болады достар, өте күшті пайдалы видео. Енді осы канал туралы айтатын болсам, бұл канал менің основной каналым болып саналатын болады. Енді осы сәттен бастап бұл каналда мендер деген влог түсіремін, кітаптар туралы түсіремін, спорт туралы, дисциплина, пайдалы ақпараттар түсіремін. Короче, достар, бұл деген лайф канал, яғни лайф өмір, влог, жаңағыдай табиғи күнделікті даму, сондай өте қызықты канал болатын болады. Сондықтан да осы каналға тіркеліп қойыңыздар достар, мені қолдап келіңіздер. Енді бүгінгі видеоны қорытындылай келе, енді мен бүгінгі видеоны таныстыру бөлімі жаңа тарих деп атадым. Себебі деген осы каналда қайтадан жаңғыртуды шештім, және де өзімнің YouTube жолымда қайтадан бастап, қайтадан тәжірибелерімді шыңдап өсуді шештім достар. Сондықтан осы каналды қайтадан бастауды, яғни жалғастыруды шештім. Активность болмаса да, хотя бы подписчиктер бар болғаннан кейін осы каналда қайтадан алып кетейін деп ойладым. Негізі жаңа канал ашамын деп ойлаған едім, бірақ та осы каналда жалғастырамын деп шештім достар. Сол енді осымен біздің видеомыз аяқталды достар. Бұл бізде таныстыру видеосы болған. Енді осыдан кейін біздерге 2025 жыл менің өте керемет жақсы прайм жолым болды. Яғни осы 18 жыл өмірімдегі ең қызықты, ең әсерлі, ең мықты, мені дамытуға деген өзінің бір әсері тиген ең мықты прайм жолым болды достар. Енді осы жолдың қорытынды видеосын тоже шығарамын деп ойлап тұрмын. Бірақ та ол видео 2026 жылы шығуы мүмкін, или оған дейін білмеймін достар. Енді солай осылай біздің шағын кішкентай видеомыз аяқталды достар. Егер де ұнаса, любой басып, арнау жазу, комментарий жазып, колокольчик басып, общение тұрған әлеуметтік желілеріме, және де екі ойын каналыма жазылып кетсеңіздер болады. Сол достар, сіздермен бірге болған Ильясов Ерлан арнасы. Енді келесі видеоларда кездескенше достар.